Елордада Шапағат базарының алдында сауда жасап күн көріп жүрген бір топ сатушы бүгін наразылық білдірді. Бұған себеп аудан әкімдігінің шешімі, яғни жаңа зәулім сауда орны салынады деп Жайма базар 5 күн бұрын жабылған. Негізі көшеде заңсыз отырғанын білсе де, Жайма базарға шығуға мәжбүр саудагерлер енді не істейтіндерін білмей әлек. Ал әкімдік ешкім далада қалмайды деп уәде беріп отыр. Тілшіміз Айжан Шамшидин тараптарды тыңдап қайтты. Мы просим на хлеб поработать, заработать денег. Жылы орнымыздан қумасын деп шырылдаған бір топ саудагер осыған дейін Елордадағы Шапағат базарының алдында ірілі-ұсақты түрлі тауар сатып күнелтіп келген. Жайма базардан тапқан табыстары күнделікті ас судан артылмаса да біраз қажеттіліктің орнын жауып отырыпты. Сауда қызған демалыс күндері 10 мыңға дейін пайда тауып қарық болатын едік дейді. Енді ол да жоқ. 2020 жылдан бері дәл осы жерде шілденің шіліңгір ыстығында да, қақаған қыста да 33 саудагер жаймашы базар ашып күнделікті нәпақасын тауып отырған. Олардың айтуынша жергілікті әкімдік арнайы келіссөзге келіп, дәл осы жерді босатып беруін сұраған атқамінерлер оларға заманауи жабық сауда үйін ашып береміз деп 5 күн ішінде уәде етіпті. 4 жыл тұрдық қыс жазда, міне тауып отқан табысымыз бәріміз де бір үйдің семьясымыз, бала шағамыз ең құрғанда жаңа жылға дейін берсін деп соны сіздерден қалап отырмыз. Өздерінің айтқан сөзін олар өтірікке шығарды. Сатушылардың айтуынша 5 күн бұрын төбе көрсеткен Сарыарқа ауданының атқамінерлері жылы қабақ танытып, ың-шыңсыз бір апта демалып келулерін өтініп сұраған. Алайда уақыт өте келе жайлы бутикке келеміз деген ойларының күлі көкке ұшыпты. 5 күн болды мына жүргенімізге, қазір бала шағамыз ашымен, мына жейтін намыз жоқ. Мына елден қарыз алып тамақ жеп отырық. Займыр дегеннен албағамыз займдан 10 срогі кеп тұр, мысалы кредитіміздеріміз бар. Басқа да тамақтан неміз бар, бала шағамыз бар. Ертең сентябрь, 1 сентябрь бала шағамызды қалай киіндіреміз? Осы жерде мына 15 жылдан бері күн көріп келатқан адамбыз, біреуден бір тиын сұрамай. Ал әкімдіктің айтар өз уәжі бар. Әуелі Жайма базар қала көркіне нұқсан келтіреді, одан қалса санитарлық қауіпсіздік ережелерге қайшы. Осы аймақта орналасқан үйлердің тұрғындарынан да бұл жерден аллея ашу туралы өтініш көптеп түсіпті. Дегенмен әкімдік саудагерлерді тағдырдың тәлкегіне тастамаймыз деп отыр. Әкімдік қазір бүгіннен бастап, қазір сөйлесеміз, бүкіл торговый центрлармен, базарлармен адамдарды жайғастырамыз, әрине көмек қолдап жереміз. Жарты жыл ма, 1 жыл болсын аренда платасына босатуға. Әкімдік жауабына жиналған жұрт қанағаттанбады, ең болмаса мектепке даярлық алдында балаларымызға қажетті керек жарақты алуға мүмкіндік берсін деп талап етіп отыр. Себебі Шапағат базарының алдында сауда жақсы, ал жаңа жерге үйреніскенше біраз уақыт қажет. Айжан Шамшидин, Асылхан Сәменбетов, КТК, Астанадан.